Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өзімнің каналымда барлығының көңілінен шығатын, хит болатын пахлаваның дайындалу жолымен бөлісемін. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Дайындалу барысына келетін болсақ, осында 2 құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқамызды ақуыз бен сарыуызға бөле отырып, орналастыратын боламыз. Және де соңғы жұмыртқаның сарыуызын осындай бөлек ыдыске салып алып қалыңыздар, және де ол бізге пахлаваның бетіне жағуға керек болады. Осылай ақуызды бөлек алып қойғаннан кейін жұмыртқаның сарыуызына 20% қаймағымызды қосамыз, және де 82% кептірілген майымызды қосып, жақсылап араластырып, сұйық массаны дайындап аласыздар. Сұйық массамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін, алдын ала елікке салынған ұнымыздың үстінен қопсытқышымызды салып, қасықпен араластырып алып, бірнеше қайтара осылай електен өткізіп отырып, бірнеше бөлікке бөліп, ұнымызды лопатканың көмегімен немесе қолдарыңыздың көмегімен қамыр елейтін боламыз. Дәл осылай видеодағыдай міндетті түрде жасасаңыздар, пахлаваларыңыз сөзсіз әдемі болып шығады. Және де осы жерде ескере кететін жайт, сұйық массамыздың үстінен берілген ұнның барлығын бірден салып жеріп қамырды елейтін болсақ, қамырымыз қатқылдау болып қалуы мүмкін, піскен кезде де онша шықпауы мүмкін. Сондықтан мен сияқты қамырды 2-3 бөлікке ұнымызды салып отырып елейтін болсаңыздар, қамырларыңыз піскен кезде де өте жұмсақ әрі песочный болып шығатын болады. Дәл осылай соңына қарай қолымыздың көмегімен елеп, таза салафанға салып, холодильникте 30-35 минутқа қалдыратын боламыз. Және де холодильниктен 30-35 минутқа қалдырып болғаннан кейін қамырымызды бір кіші бөлікке және де 2 үлкен бөлікке бөліп қалдыратын боламыз. Үлкен бөліктерін қайтадан холодильникке салып қойып, кіші бөлігін дәл видеодағыдай жайып, духовкаға 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Және де бұл кіші бөлігі пахлавамыздың ортасына кететін бөлігі болғандықтан, алдын ала духовкада 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай жұқа етіп жайып алып, пергаментный бумаганың үстінен салып, төсеп, осындай шаншқының көмегімен шұқып, духовкаға пісіріп алатын боласыздар. Яғни шаншқымен шұқу себебіміз, яғни піскен кезде көтеріліп кетпеу үшін. Осылай пісіріп алғаннан кейін бұны бөлек алып қоямыз су үшін. Және де начинкасын, яғни салмамызды дайындайтын боламыз. Осылай белокқа шекерімізді 3-4 бөлікке бөліп отырып, белогымызды жақсылап миксерлейтін боламыз. Белокты осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін, пахлавамызға қажетті жаңғағымыз бен мейізімізді осы белоктың үстінен салып, лопатканың көмегімен жоғарыдан үстіге қарай, төменнен жоғарыға қарай араластырып, жақсылап дайындап алатын боламыз. Осымен біздің салмамыз дайын пахлаваға қосатын. Келесі кезекте осылай холодильниктен қамырларымызды алып, жаюға кірісетін боламыз. Қамырларымызды осылай жұқа етіп, үлкендеу етіп жаюға тырысыңыздар барынша. Егер де жайылмай жатса, пергаментный бумаганың үстінен тастап, тағы да оқтаудың көмегімен үстінен басып шықсаңыздар да өте ыңғайлы болады. Дәл осылай жайып алғаннан кейін, ортаңғы піскен бөлігін өлшеп алып, салмамызды 2-ге бөліп отырып салатын боламыз. Және де осы жерде айта кетерлік, салмамызды ортаңғы бөлікпен бірдей етіп жайып салсаңыздар, піскен кезде пахлаваларыңыздың көлемі өте әдемі болып көрінетін болады. Салмамыздың 2-ші бөлігін жағып алғаннан кейін, қамырымыздың 3-ші бөлігін жаюға кірісетін боламыз. Дәл осылай бұны да жұқа етіп, үлкендеу етіп жаюға тырысамыз. Дәу етіп жайып болғаннан кейін, пахлавамыздың үстінен жайып отырып, әдемілеп орналастырып алыңыздар. Және де қолдарыңыздың көмегімен шет-шетін барлығын басып алып барып, жан-жағын өруге кірісеміз. Көрермендерім, дәл осылай пахлавамызды жинап алғаннан кейін жан-жағын өріп, жұмыртқаның сарысына кішкене қасық сүт қосып, жақсылап араластырып барып, пахлавамыздың бетіне жағатын боламыз. Осылай сарыуызын жағып алғаннан кейін барып, пышақтың көмегімен пахлаваның көлеміне қарай кесуге кірісетін боламыз. Дәл осылай өзіңізге ыңғайлы етіп, үлкен-кіші етіп кесіп алғаннан кейін барып, бетіне грек жаңғағын немесе миндаль жаңғақтарын қойып, әсемдесеңіздер болады. Бұл видеода мен грек жаңғағын қойып әсемдедім. Ол өзіңіздің қалауыңызға байланысты. Және де дәл осылай дайын болған пахлавамызды 200 градуста 40-50 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз.
Осымен біздің пахлавамыз дайын болды. Піскен пахлавамыздың үстінен ыстық күйінде ертілген медті жағып шығуға тырысамыз, өйткені пахлавамыз жылтырлап, одан сайын дәмдірек болады. Дәл осылай жағып болғаннан кейін 10-15 минутқа қалдырып қойыңыздар, медіміз сіңу үшін. Одан кейін барып кесе берсек болады. Дәл осылай формасы бойынша кесіп шығатын боласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті қоспамыздың барлығын описание бөліміне қалдырамын. Сіздермен бірге болған Айпана, назарларыңызға рахмет. Алда шығатын видеомды өткізіп алмас үшін маған тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіздер.